Ертеде Күйік деген қалада Жалқаубек деген бала өмір сүріпті. Жалқаубек өте енжар, еңбек еткісі келмейтін, алма піс, аузыма түс дегендердің бірі екен. Ол күнде шаһар орталығындағы базарға барып, сондағы бай саудагерлерді көргенде қызғана қарап, іштей күйінеді екен. Осы мен неге бай болып тумады екем? Мыналар секілді шалқып өтередім. Мен болсам, шер асқа да, киер киімге де жарамадым. Жұмыс істеп мал табуға тағы зауқым жоқ. Сорлы басым-ай. Бірде осылайша күйініп зарлап отырған Жалқаубектің жанына бір ақ сақалды кісі келіпті. Қарағым, нені ойлап қайғырып отырсың? Жігер тасыған жас адамға әр нәрсеге бола жабығу жараспас болар. Өйткені байлықтың барлығы сенің қолыңда ғой. Қарияның сөзіне түсінбей таңырқап қалған Жалқаубек: Ата, қандай байлықты айтасың? Мені мазақ еткенің бе? Бай болсам осылай бейшара болып жүрем бе? Балам, қаласаң мен саған көп ақша берейін, бірақ саған қоятын бір шартым бар. Қандай шарт? Мен сіздің барлық шарттарыңызды орындауға дайынмын. Тек бай болсам болғаны, менде одан басқа арман жоқ. Сен жап-жас тепсе темір үзер дейсің, ал мен болсам қауқарсыз қартпын. Құлағым дұрыс естімейді, көзім де дұрыс көрмейді. Жүргенде қалт-құлт етіп, екі аяғымда әрең басамын. Қолдарымның да қуаты қайтқан. Сен маған мына көзіңді ойып, қол аяғыңды кесіп бер. Есесіне мен саған өміріңнің соңына дейін еш алаңсыз өмір сүруге жетерлік байлық беремін. Қора-қора қой да қап-қап алтын күмісті аласың. Жоқ ата, өйтіп мүгедек болар жайым жоқ. Қора-қора қой мен қап-қап алтын күміскі айырбастамайтын байлығың бар екен ғой. Олай болса, ерінбей еңбек қыл. Еңбек етсең емерсің деген қарағым деп, қария өз жөнімен кете беріпті.